Құрметті студенттер, саламатсыздар, қалай жағдайларыңыз, жақсы ма? Өткен мейрамдарыңызбен. Бүгін біз енді кезекті лекциямызды өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз халықаралық саясат. Яғни біз бұған дейін сендермен саясаттануда өткен тақырыптарымыздың барлығы немен тығыз байланысты болды? Ішкі саясатпен. Яғни өткен тақырыптар, енді бүгінгі кезекті лекциямызда біз халықаралық саясат тақырыбын қарастырамыз. Өздеріңізге қысқаша жазып қойсаңыздар. Халықаралық саясат. Енді мен бұның алдында сіздерге жалпы түсіндіріп айттым ғой, енді халықаралық саясат тақырыбы көбінесе бір мемлекеттің шекарасынан тысқары жерлерде болып жатқан, солай емес пе? Әлемдік деңгейде болып жатқан, не дедік? Саяси қатынастар. Саясат бізбе, бұның алдындағы сабақтарда да тығыз айттым. Саясат бізде немен тығыз байланысты? Билік. Бұл өзгеріссіз. Ішкі саясат болсын, халықаралық саясат болсын, саясаттың жүрген жерде міндетті түрде не бар? Билік, ықпал. Яғни билік, ықпал дегеніміз бір жақтың екінші бір жаққа өзінің айтқанын істете білу күші. Солай емес пе? Билік немен тығыз байланысты? Ресурспен тығыз байланысты дедік, иә? Сен кімге өзінің айтқанды істете аласың? Тек қана одан жоғары болған жағдайда. Қаржы жағынан, солай емес пе? Ықпал жағынан. Тең болсаң, ол саған не қылмауы мүмкін? Өз билігінде жүргізбеуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде билікте өте маңызды рөл ресурс болады. Бүгін біз енді халықаралық саясат тақырыбын қараған кезде әрине әлемдік деңгейде де, яғни мынау халықаралық деген сөзді негізі ағылшынша world дейді ғой, енді әлем деп қабылдасаңдар болады. Әлемдік деңгейдегі саясатпен тығыз байланысты тақырып өтетін боламыз. Бірақ бұл жерде біз өткен кезде мен сендерге әр лекцияда айттым, жалпы саясаттануда саяси ғылымды зерттейтін әртүрлі ғылыми бағыттар бар дедім, иә? Біз бұл ғылыми бағыттарды үшке бөліп қарастырдық. Либералдық бағыт дегеніміз бар, иә? Марксистік бағыт дегеніміз бар, және реалистік деген бағыт бар. Біз әрине бүгін барлық бұл бағыттардың ішіне кіріп шығуымыз, бұлардың халықаралық саясатты талдаудағы өзіндік концепцияларын қарастыруымыз ол өте көп уақыт алады. Сондықтан біз бүгін либералдық және марксистік әрине халықаралық саясатты талдау бағыттарына кірмейміз. Енді бұл бағыттардың барлығы менің негізгі өзімнің жеке YouTube каналымда бар. Егер қажет болса көрсеңдер болады. Қосымша мен сендерге либералдық марксистік бағыт бойынша материалдарды жіберем. Оларды біз қосымша талқылайтын боламыз. Бірақ бүгінгі сабақта біз көбінесе халықаралық саясатты реалистік бағыт бойынша, ғылыми бағыт бойынша не қыламыз? Қарастыруға тырысамыз. Яғни мынау халықаралық саясатты біз бүгін реализм бағыты бойынша қарастырамыз. Енді бұның реализмнің тамыры қайдан шыққан, негізгі саясатқа деген идеялар қандай, оған кірмеймін, оған байланысты мен бірінші сабақтарда бәрін түсіндіріп өттім. Бүгін біз жалпы мынау реалистердің халықаралық саясатты талдаудағы негізгі кейбір ұғымдары бар. Мысалы, кілт сөздер деп айтайықшы, keywords ағылшынша айтқанда. Бұл кілт сөздерсіз реалистердің көзқарасын түсініп білу, яғни егер ол кілт сөздерді мағынасын, тамырын ашпасақ, біз олардың әлемдік деңгейдегі саясатқа көзқарасын түсінуіміз қиындау. Сондықтан бүгін осы кілт сөздер тұрғысынан біз не қыламыз? Халықаралық саясатты реализм саяси бағыты арқылы талдауға тырысамыз. Кілт сөздердің біріншісі, бірақ бұл кілт сөздерге кірмей тұрып, өздеріңізде түртіп алыңыздар. Халықаралық саясат дегеніміз, жазыңыздар. Бұл әлемдік деңгейде мемлекеттердің және
басқа да халықаралық акторлардың, яғни бұл жердегі актор дегеніміз субъектілердің өзара саяси, экономикалық, мәдени, әскери және тағы басқа қарым қатынастардың қамтитын процесс болып табылады. Яғни бұл жерде қараңыздар, жаңағыны айттым, мемлекеттер және басқа да халықаралық акторлар дедік. Актор дегеніміз субъект. Бұл жерде басқа да халықаралық актор дегеніміз басқа да субъектілерге не кіріп кетеді? Мысалға, енді әлемдік деңгейде мемлекеттен басқа да ықпалды күштер бар ғой. Солай емес па? Кімдер болуы мүмкін? Мысалға, трансұлттық корпорациялар. Дұрыс па? Әлемдік деңгейде бар ма? Мысалға, Google, қазір біз пайдаланып отырмыз. Солай емес па? Мысалға, мобиль әлемдік деңгейде, Мысалы, Coca-Cola, тағы басқа. Бұлар трансұлттық нелер болып табылады? Корпорациялар. Бұлардың тамырлары әлемдік деңгейдегі өндірістері жан-жаққа тараған. Мысалға. Одан бөлек кімдер болуы мүмкін? Әлемдік деңгейде үкіметтік емес ұйымдар бар. Олар да негізгі маңызды субъект болып табылады. Одан бөлек, мысалға, халықаралық ұйымдар бар әлемдік деңгейде. Олар да субъект болып табылады. Бірақ, құрметті студенттер, мынаны еске салып өтейік. Біз бүгінгі тақырыпты халықаралық саясатты реалистік тұрғыдан қарағандықтан, реалистер әлемдік деңгейде мемлекеттен өзге халықаралық субъектілерді мойындамайды. Яғни әлемдік деңгейдегі саясатта кімді негізге алады? Басымдық субъект ретінде мемлекеттерді басымдық қалады. Демек, реалистер не дейді? Әлемдік деңгейде ең негізгі субъект мемлекет дейді. Егер әлемдік деңгейде үкіметтік емес ұйымдар болса, әлемдік деңгейдегі трансұлттық корпорациялар болса, халықаралық ұйымдар болса, олардың барлығы мемлекеттің несі болып табылады дейді? Құралдары болып табылады. Бірақ бұл құралдарды мемлекет не үшін пайдаланады? Қараңыздар, бұл жердегі ең негізгі былай кілт сөзден бастаймыз дедік қой. Жаңағына біз кілт сөзден түсіндіріп айттық. Мемлекет бұл құралдарды, яғни бұл құралдар дегеніміз әлемдегі мемлекеттен тысқары басқа да субъектілерді мемлекет көбінесе өзінің сыртқы саяси мүддесі үшін пайдаланады деген ойды не қылады? Алға жылжытады. Сондықтан бұл жерде өте маңызды бір кілт сөз болып тұр. Ол кілт сөздердің біріншісі, мынау реалистік тұрғыдан алып қарайтын болсақ, сыртқы саясат. Бұл сыртқы саясатты өздеріңіз мынау реалистік тұрғыдан қалай олар, мысалға, түсініктеме береді, оны өздеріңізге жазып қойыңыздар. Сыртқы саясат дегеніміз бір мемлекеттің басқа да мемлекеттерге қатысты ұстанған саяси, экономикалық, әскери, білім ғылым, тағы басқа қатынастардың жиынтығы болып табылады. Яғни бұл сыртқы саясат, делік мысалға бір А мемлекетін алыңыздар, бір А мемлекетінің әлемдегі басқа да мемлекеттермен ұстанған сыртқы жаңағы байланыстары делік, бұл байланыстарын реалистер ненің төңірегінде зерттейді? Сыртқы саясат. Реалистердің пікірінше, бір елдің сыртқы саясатына екі негізгі фактор өте ықпал етеді. Яғни бір елдің басқа елдермен байланыс орнатуында, тағы да айтам, реалистер көбінесе мемлекеттерді басымдыққа алады. Яғни мемлекет негізгі субъект деп есептейді. Сондықтан мынау сыртқы саясатты қалай түсіну керек? Бір мемлекеттің басқа мемлекеттерге ұстанған несі? Қарым-қатынастары, байланыстың жиынтығы. Олардың пікірінше екі негізгі фактор әсер етеді кез келген мемлекетке. Біріншісі, ол географиясы, ең маңызды фактор, ең бірінші. Саясаттануда
географияны негізге алып сыртқы саясатты зерттейтін ғылымды геосаясат дейді. Бұл геосаясат негізі ғылымы реализммен де тығыз байланысты. Бұлар көбінесе бір мемлекеттің жана сыртқы саясатына, басқа елдермен байланыстарына географияны, бұдан бөлек мысалға қазба байлықтарды, бір мемлекеттің байлығын негізге ала отырып не қылады? Зерттейді. Енді біз ол тақырыпты тереңдеп ішіне кірмейміз. Бұл негізі өзі бөлек бір ғылым саласы, геосаясат дегеніміз. Бірақ біліп жүріңіздер. Демек, бір мемлекеттің басқа елдермен байланыс орнатуына ең бірінші не әсер етеді? Географиясы. Екіншісі, ең негізгі фактор, реалистердің пікірінше әсер етуші ол ұлттық күш. Енді сіздерге бір сұрақ қойыш, ұлттық күшке не кіреді? Яғни бір мемлекеттің ұлттық күшін біз немен өлшейміз? Тек қана солар ғана ма? Яғни әскери қуаты, экономикалық қуаты ғана ма? Бір елдің, мысалға, ұлттық күшіне халқының саны маңызды рөл ойнай ма? Ойнай ма, ойнамай ма? Ойнайды. Екіншісі, қысқаша жазайын мен. Территориясы маңызды рөл ойнай ма? Ойнайды, жер көлемі, ол да маңызды рөл ойнайды. Ұлттық күшке, мысалға, басқару жүйесі маңызды рөл ойнай ма? Басқару жүйесі қалай маңызды рөл ойнауы мүмкін? Мысалға, халық қалай маңызды рөл ойнайды ұлттық күшті? Халқының санының көп болуы сенің мемлекетіңе не береді? Күш береді. Солай емес па? Енді бір Қытайдың халқымен, бір Индияның халқы мысалға, дұрыс па? Халқы аз елдермен салыстыруға келе ма? Келмейді әрине, дұрыс па? Бір күш, қуат. Екіншісі территориясы. Қазақстан Республикасының территориясы әлемдік деңгейде нешінші орындамыз біз? 9-шы орындамыз. Көрдіңдер ме? Территорияда мемлекетіңе не береді сенің? Күш береді. Басқару жүйесі де маңызды рөл ойнайды. Басқару жүйесі қалай маңызды рөл ойнайды? Мысалы, кейбір елдерде қарасаңдар, басқару жүйесі тұрақсыз. Егер тұрақсыз басқару жүйесі болатын болса, ол мемлекетінде не қылады? Әлсіретеді. Ал тұрақты басқару жүйесі қалыптасса еліңде, сол басқару жүйесі тамырланып, сол жүйе отырса, мысалға Америка Құрама Штаттарында ондай жүйе не қылған? Отырған. Қытайда отырған. Алып елдердің барлығында жүйе ешқашан оңай өзгермейді. Көрдіңдер ме? Басқару жүйесі де сенің мемлекетіне не береді? Күш береді. Енді әрине бұл ұлттық күштен бөлек, жаңағыны өздеріңіз де айтып отырсыздар, экономика, әскери күш қуат, мәдениеті, қысқаша, одан бөлек әрине технология, одан бөлек тағы бір маңызды нәрсе бар, ол қазба байлықтар. Яғни, мынау санап өткендеріміздің барлығы негізі бір мемлекетте орын алатын болса, жоғары деңгейде, ол мемлекеттің несі болады? Ұлттық күші көбейеді. Енді қараңыздар, реалистер айтады, осы ұлттық күштің аясында мемлекеттің несі белгіленеді дейді? Неқа жазып қояды? Ұлттық несі? Мүддесі. Яғни қараңыздар, ұлттық күш, ұлттық мүдде бір-бірімен не? Тығыз байланысты. Яғни бір мемлекет әлемдік деңгейде саясат байланыс жүргізген кезде ең бірінші өзінің несіне қарайды? Географиясына қарайды. Екіншісі өзінің күшіне қарайды. Күшіне қарай не қылады? Байланыс орнатады. Күшіне қарай оның несі болады? Мүддесі болады. Күшіне қарай мүдделер үшке бөлінеді. Құрметті студенттер. Күшке қарай мүдделер үшке бөлінеді. Қысқаша жазайын мен. Елдің шекарасымен шектелетін мүдде.
Яғни бұл не деген сөз? Кейбір елдер өте әлсіз, олардың мүддесі тек қана өзінің шекарасымен ғана не болады? Шектеледі. Шекарасынан тысқары ол не қыламайды? Ықпал жүргізе алмайды, бір сөзбен айтқан. Өйткені күші оған жетпейді. Түсініп отырсыздар ма? Бұндай шекарасымен шектелетін елдердің көбісі не болып табылады? Бұларды ағылшынша қысқаша weak state дейді, яғни әлсіз елдер. Олардың ұлттық күші, басқару жүйесі, экономикасы, әскери территориясы, технологиясы өте төмен. Яғни мемлекетіне, ұлттық дейді енді, мемлекетіне күш беретін негізгі факторлар не болып табылады? Өте әлсіз болып табылады. Екіншісі, аймақтық деңгейде өзінің мүддесін жүргізетін елдер бар. Яғни аймақтық дегенде өзінің шекарасынан тысқары аймаққа не қыла алады? Өзінің ықпалын, билігін жүргізе алады. Яғни оның ұлттық күші аймақта жүргізіліп жатқан саясаттарға ықпал ететіндей несі бар? Күші бар. Ондай елдерді біз не дейміз? Ағылшынша жазайық. Middle дейді. Middle power дейді. Яғни орта деңгейдегі күш. Қазақстан Республикасы қайсысына кіреді? Middle power. Яғни аймақтық деңгейде. Біз мысалға Орталық Азия аймағындағы оқиғаларда біз не қыла аламыз? Ықпал ете аламыз, бір сөзбен айтқанда. Бұл жерде мынау кейбір елдер бар. Енді бұларды біз қысқаша бүйтіп great дейміз, great power дейді. Бұлар алып елдер. Кейбір елдердің ұлттық күші соншалықты күшті, олар тек қана белгілі аймақта емес, не қыла алады? Әлемдік деңгейде өзінің ықпалын жүргізе алады. Яғни олардың сыртқы саясаты әлемдік деңгейде. Олар кімдер? Қазіргі таңда мысалға ғаламдық деңгейде қай елдер? Үш маңызды елдер, яғни USA, China, Russia. Осы үш елдер. Мынау аймақтық деңгейдегі елдер, осы ғаламдық деңгейдегі елдердің нелері болып табылады? Одақтастары болып табылады. Негізінде, түптеп келгенде. Құрметті студенттер, яғни түсінікті ғой, ұлттық мүдде, ұлттық күшпен тығыз байланысты. Сондықтан бір ел, мысалға реалистердің пікірінше, мынандай бір ой, концепция жүргізеді, олардың пікірінше бір ел ұлттық мүддесін кеңейткісі келсе әлемдік деңгейде, басқа елдерге ықпал еткісі келсе, ең бірінші нені күшейту керек дейді? Ұлттық күшті. Бірақ ұлттық күштің ішінде неге басымдық береді реалистер? Қалай ойлайсыңдар? Ең күшті фактор қандай? Мысалға, бір ғаламдық ел, аймаққа елдер, немесе делік сәл әлсіз елге қысым жасаған кезде, ол өз-өзін не қыла білу керек? Қорғай білу керек. Қорғайтын фактор қайсысы ол? Әскери. Яғни сондықтан олардың пікірінше, реалистердің пікірінше, кез келген мемлекет ең бірінші өзін қорғай алатындай әскери күш қуатқа не болу керек дейді? Ие болу керек дейді. Осыдан не туындайды? Осыдан, негізі мынау әскери күшті де басымдыққа алатын болсақ, реалистердің пікірінше, мысалға, мынау ұлттық мүддеде әрине бір-бірінен бөлінеді, бұл да немен тығыз байланысты. Олар ұлттық мүддені дәрежелендіреді. Яғни бірінші дәрежедегі ұлттық мүдделер бар дейді, екінші дәрежедегі ұлттық мүдделер бар дейді. Енді олардың пікірінше бір мемлекет ең бірінші өзін қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндей бір деңгейде жету үшін, олардың пікірінше сыртқы саясаттағы кез келген мемлекеттің ең бірінші мүддесі, яғни бірінші дәрежедегі мүддесі деп жазайық. Ол не? Ұлттық қауіпсіздік. Яғни реалистердің пікірінше бір мемлекет басқа мемлекеттермен байланыс орнатқан кезде ең бірінші басымдық ретінде нені алады? Өзінің қауіпсіздігін басымдыққа алады. Қауіпсіздік бірінші дәрежедегі ұлттық мүддеге жатады. Яғни қауіпсіздік дегеніміз қалай түсінуге болады? Мысалға бір елдің өзінің территориясын тұтастығын қамтамасыз етуі қауіпсіздікке кіре ме? Мынау территорияның тұтастығын сақтап қалу
қауіпсіздікке кіре ма? Не үшін сақтап қаласың сен? Өйткені территория сенің ұлттық күшіне күш қосады. Дұрыс па? Сондықтан мынау бірінші өзінің территориясын тұтастығын қамтамасыз ету қауіпсіздік мүддеге кіреді. Ол біріншісі. Екіншісі, сен өзінің тәуелсіздігіңді күшейтуің ұлттық қауіпсіздікке кіре ма? Кіреді. Тәуелсіздікті күшейту үшін не істеу керек? Тәуелсіздікті күшейту үшін ұлттық күштегі негізгі факторлардың бәрін не қылу керек? Күшейту керек. Яғни не? Халықтың санын көбейту керек. Не істеу керек? Территорияны сақтап қалу керек. Не істеу керек? Қазба байлықтарды елдің мүддесіне пайдалана білу керек. Технологияны не қылу керек? Күшейту керек. Басқару жүйесін күшейту керек. Яғни тұрақтандыру керек деп айталық. Яғни тұрақсыз басқару жүйесі кері әсер тигізеді. Әскери, экономика, мәдениетінде не қыласың? Күшейтесің. Яғни осы ұлттық күштің негізгі факторларынан реализм пікірінше не болады? Бір мемлекеттің тәуелсіздігі күшейеді. Тәуелсіздік және территорияның тұтастығы ол не болып табылады? Бірінші дәрежедегі сыртқы саясаттағы басымдық болып табылады. Түсініп отырсыңдар? Мемлекеттер бұл, яғни территориясын, тәуелсіздігін сақтау үшін қажет болса не қылады? Қажет болса соғысады. Түсініп отырсыңдар ма? Мысалға, экономикалық, мәдени тұрғыдан тағы басқа факторлар тұрғысынан олар ондай дәрежеде не қылмауы мүмкін? Кейбір басқа елдермен байланыс орнатқан кезде оларға белгілі бір деңгейде қарым-қатынастарын ұлғайтып, немесе байланыстарды күшейту үшін ондай мысалға қатты күшке, соғысқа не қылмауы мүмкін? Бет бұрмауы мүмкін. Бірақ өзінің тәуелсіздігін және өзінің территориялық тұтастығын қамтамасыз ету үшін мемлекет әрдайым не қылады? Керек болса соғысқа дейін барады. Себебі ол бірінші дәрежедегі не болып табылады? Ең бірінші сыртқы саясатта басымдық болып табылады, ұлттық қауіпсіздік. Одан кейін реалистердің пікірінше экономика, мәдени байланыстар, тағы басқа байланыстар, олардың барлығы бүйтіп алып шығатын болсақ, олар не болып табылады? Бір сөзбен айтқанда яғни екінші дәрежедегі басымдыққа ие болып табылады. Сондықтан реалистер қауіпсіздікті бір елдің, яғни территориялық тұтастығы және тәуелсіздікті сақтап қалуды не қылады? Басымдық қалады. Өйткені олардың пікірінше әлемдік деңгейдегі мемлекет тек қана өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету арқылы ғана не қыла алады? Әлемдік деңгейде өз-өзін мемлекет ретінде сақтап қала алады. Қауіпсіздігін сақтап қалғаннан кейін ғана ары қарай мемлекет не қылады? Өзінің экономикалық, мәдени, технология, тағы басқа ғылым, білім саласын не қыла береді дейді? Дамыта береді дейді. Егер қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмаса, ондай елдердің басқа факторларды дамытуы ол қатты маңызды рөлге ие емес дейді, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан былай алып қарайтын болсақ, әлсіз елдердің қауіпсіздігі өте төмен деңгейде, орта деңгейдегі middle power'лар белгілі бір деңгейде өзінің аймақтық деңгейде де қоса алғанда өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алатын күшке ие, ал алып елдер олар енді әлемдік деңгейде өте маңызды орынға иеленеді. Мына жерде тағы айта кететін бір жайт бар, құрметті студенттер. Біз жаңа ғана сіздерге бір елдің сыртқы саясатына не әсер етеді дедік? Ең көп географиясы әсер етеді дедік. Бірақ мынау реалистік тұрғыдан алып қарайтын болсақ, әлемдік деңгейде мынау әсіресе мысалға бір елдің сыртқы саясатын және алып елдердің бір-бірімен бәсекелестігін зерттеп қарайтын болсаңдар, оларда мынандай бір ұғым бар, географияға байланысты. Оны да жазып қойыңдар. Grand chessboard дейді. Grand chessboard дегеніміз ұлы шахмат тақтасы дейді ғой енді олар. Олар әлемдік деңгейде болып жатқан мемлекеттердің бір-бірімен бақталасын немен пара-пар ұстайды? Шахмат тақтасымен байланысты. Chessboard деп атқанымыз ол географиялық тұрғыдан қай аймақ?
Еуразия аймағы. Яғни реалистердің пікірінше жалпылама қазіргі таңда әлемдік деңгейде негізі мемлекеттер арасында бақталастық, билік ықпал үшін бақталастық қай аймақта жүзеге асып жатыр? Еуразия аймағында жүзеге асырып жатыр. Яғни бұны да жаңа шахмат тақтасы ретінде қарастырады. Мақұл, біз ол жерге кірмейміз. Тағы бір маңызды кілт сөз бар, құрметті студенттер. Реалистік бағыт бойынша сыртқы саясатты түсініп білудегі, біз ұлттық күш дедік, дұрыс па? Мемлекет дедік, басымдық субъект ретінде. Одан бөлек ұлттық мүдде дедік. Сыртқы саясат, бұл сыртқы саясатқа да тікелей ықпал ететін тағы бір кілт сөз, ол халықаралық жүйе. Оны не жерге бір жазып қояйық, былай. Халықаралық жүйе өте маңызды рөл ойнайды. Яғни бір мемлекет негізінде оған ықпал етуші бір жүйенің бар екен. Алға тартады реалистер, сол жүйенің негізінде бір мемлекеттің сыртқы саясаты не болады? Стратегиясы да белгілі бір деңгейде басымдықтарды айқындайды. Бұны қалай түсінуге болады? Мысалға, былай түсіндірейік сіздерге, сендер жақсы түсіну үшін. Мысалы, құрметті студенттер, сіздер мысалға университеттің ішіне студент болып кіргеннен кейін, бұл университеттің ішінде белгілі бір ережелер бар ма, жоқ па? Бар. Бұл ережелердің болуы не қылады? Сендерді белгілі бір деңгейде шектейді, солай емес пе? Яғни сендер кез келген ойлаған нәрселерді істей алмайсыңдар. Өйткені не бар? Ереже бар, солай емес пе? Сол ережеге сәйкес жүрулерің керек. Мысалға 8:30-да сабақ па, 8:30-да не қылуларың керек? Сабаққа келулерің керек. Келгілерің келсе де, келгілерің келмесе де не қылуың керек? Міндеттісіңдер келуге, солай емес пе? Сондай. Енді қараңыздар, дәл осындай жүйені реалистер айтады, әлемдік деңгейде де бар дейді. Яғни әлемдік деңгейде де белгілі бір жүйе орныққан дейді, халықаралық жүйе. Әр мемлекеттің бұл жүйенің ішінде өзіндік несі бар дейді? Орны бар дейді. Ол орны неге қарай? Ұлттық күшіне қарай дейді. Сол орны, яғни ұлттық күшінде басымдық қала отырып, орнына қарай ол ел не қылады дейді? Сыртқы саясатын белгілейді дейді. Яғни мемлекет әлемдік деңгейде кез келген, мысалға, сыртқы саясатты жүргізем деп, жүргізуіне мүмкіндік жоқ дейді. Яғни оның сыртқы саясат жүргізуіне ең негізгі фактор не әсер етеді дейді? Ұлттық күш әсер етеді. Яғни бұл жерде мынаны да айта өтейік сіздермен. Негізі бұл халықаралық жүйе дегеніміз не? Оны қысқаша бүйтіп өздеріңізге түртіп алыңыздар. Реалистердің пікірінше халықаралық жүйе дегеніміз мемлекеттердің арасындағы өзара қарым-қатынастарды және байланыстарды қалыптастыратын құрылым. Яғни жүйе құрылыммен тығыз байланысты. Бұл негізі жүйе деген теорияны алға тартқан адам, оны да жазып қоя салыңдар. Кеннет Уолтс деген ғалым. Бұны қалай түсінуге болады? Енді бүйтіп өздеріңіз бүйтіп елестетіңіздер. Көбінесе былай халықаралық жүйені алып қараған кезде тек қана бұл әлемдік деңгейде алып қараудың қажеті жоқ. Мысалы, салыстырмалы түрде де алып қарасақ болады. Кез келген мысалға құрылымның, кез келген жүйенің ішінде белгілі бір ережелерді кімдер орнатады? Қолында билігі, ықпалы бар елдер орнатады, солай емес пе? Мысалға тұлғалар орнатады. Мысалға делік сіз бір фирмаға жұмысқа кірдіңіз, ол жұмыстың ішінде белгілі бір ереже бар ма? Ол құрылымның ішінде. Сол ережелерді кім орнатады? Сол компанияның егерлері орнатады, солай емес пе? Әлемдік деңгейде де бұндай жүйелерді кімдер орнатады? Басқа елдерге қарағанда күшті алып елдер орнатады. Яғни, ұлттық күші мол елдер орнатады. Әлемдік деңгейде жүйені. Ол жүйені орнатқан кезде нені негізге алады? Олар өзінің мүддесін негізге алады. Енді қараңыздар. Реалистер әлемдік деңгейдегі елдердің күшіне қарай халықаралық жүйені үшке бөліп қарастырады.
яғни үшке бөледі. Былай алып қарайық. Полюс дегеніміз жалпы сол жүйені түсіндіру үшін айтады. Күшіне қарай бір полюсті жүйе болады, екі полюсті жүйе болады, және көп полюсті жүйе болады. Бұл не деген сөз? Демек, әлемдік деңгейдегі бір полюсті халықаралық жүйеде бір ғана алып мемлекет бар. Басқа мемлекеттер сол елдің ыңғайына қарай өзінің ұлттық мүддесін не қылады? Жүзеге асырады. Бір полюсті жүйеде бір ғана мемлекеттің әлемдік деңгейде несі бар? Мүддесі бар. Мысалға қараңыздар. Бұны қай дәуірді мысал ретінде айтсақ болады? Мысалы 1991 жылы не болды? Тарих оқыдыңдар. Қандай маңызды оқиға болды әлемдік деңгейде? Кеңес социалистік республика одағы не қылды? Ыдырады. Ыдырағаннан кейін әлемдік деңгейде қай мемлекет бір ғана күшке ие болып қалды? Америка Құрама Штаттары. Мысалға бір полюсқа біз (1991 мен 2003 жылдағы арасындағы әлемді айтсақ болады. Бұл 1991 жыл мен 2003 жыл аралығында әлемдік деңгейде қандай жүйе орнаған? Бір полюсті жүйе орнаған. Бұл не деген сөз? Басқа мемлекеттер сыртқы саясатын орныққан кезде кімнің мүддесін ескеріп орныққан? Бір полюсті жүйеде белгілі бір ережені қалыптастырған елдің мүддесін ойластырып не қылған? Қарастырған. Яғни Америка Құрама Штаттарының мүддесі әлемдік деңгейде барлық елдерге не қылған? Ықпал жасаған. Түсінесіңдер ме? Бір полюсті жүйеде ол өте маңызды. Неге? Өйткені Америка Құрама Штаттары бұл жылдар аралығында, яғни 91 мен 2003 жылдар аралығында, 2003 деп алып атқан себебіміз не? 2003 жылы Америка не істеді? Иракқа күшпен не қылды? Басып кірді. Күшпен басып кіргеннен кейін басқа да алып елдер не қыла бастады? Ояна бастады. Бұл бүгін Иракқа кіріп атса, ертең бір күн бізге де қысым жасауы мүмкін. Болды, оянатын кез келді деп не қылады? Сөйтіп, дәл кейбір ғалымдардың пікірінше 2003 жылдан кейін не қалыптаса бастады? Қандай жүйе әлемдік деңгейде? Көп полюсті жүйе. Көп полюсті жүйе дегеніміз, өз жерде бір ғана мемлекет әлемдік деңгейде күшке ие болмайды, басқа да мемлекеттер не қыла бастайды? Ықпалды күшке айнала бастайды. Мысалға, Қытай, мысалға, Ресей күшейе бастады, мысалға, Үндістан күшейе бастады, солай емес пе? Тағы басқа елдер күшейе бастады. Мысалға, көп полюсті жүйені көбінесе БРИКС елдері дейді ғой. БРИКС дегеніміз бірінші Бразилия, Раша, Индия, Чайна, Саут Африка деп айталық. БРИКС ұйымы дейді әлемдік деңгейде. Бірақ бұл жерде негізі ең маңыздысы кім? Америкаға төтеп беретін қай күш? Ресей және Чайна. Қазіргі таңда әлемдік деңгейде көбінесе осы елдер арасында не болып жатыр? Бәсекелестік болып жатыр. Қай тұрғыдан? Америка бір полюсті жүйені сақтап қалу мақсатымен не қылып жатыр? Күресіп жатыр. Ал басқа елдер, алып елдер, Қытай тағы басқа елдер әлемдік деңгейде көп полюсті жүйе қалыптассын деп жатыр. Түсінесіңдер ме? Яғни біз тек қана бір елге бағынбаймыз, әлемде біздің өзіміздің де мүддеміз бар, бізде өзіміздің ықпалды аймақтарымыз бар. Сондықтан сондай бір саясат ұстанып жатыр. Түсінікті ғой? Бұл жерде енді құрметті студенттер, мынау екі полюсті жүйе, демек көп полюсті жүйе 2003-тен кейін өзінің күшіне ене бастады. Екі полюсті жүйе қай аралықтарда маңызды рөл ойнады? 1945-1991. Яғни Америка мен Американың күшін теңестіретін кім болды? Кеңес социалистік республика одағы. Енді бұл жерде мынау да маңызды.
негізі мынау реалистердің пікірінше, әлемде тұрақтылық пен тәртіп болу үшін, ағылшынша жазайықшы. Не орнығу керек? Balance of power. Баланс дегеніміз не? Теңдік, power дегеніміз күштендігі. Мысалы, қараңыздар, бір полисті жүйеде күштендігі бар ма? Жоқ қой. Күштендігі болу үшін не болу керек? Кемінде екі күшті ел болу керек. Дұрыс па? Бір-бірін неғып тұратын, теңестіріп тұратын. Көп полисті жүйеде белгілі бір деңгейде күштендігі орныққан. Дұрыс па? Екі полисті жүйеде күштендігі орныққан. Сондықтан мынау реалистердің пікірінше, әлемде тұрақтылық пен тәртіп қамтамасыз етілгісі келсе, күштендігі не қылу керек дейді? Орнығу керек дейді. Мемлекеттер соған не қылу керек дейді? Атсалысу керек. Түсінікті ғой? Енді бұл жерде тағы да құрметті студенттер, мынаны айтып өтейік. Негізі реалистер де өз ішінде бөлінеді. Қорғануға негізделген реалистер бар, шабуылға негізделген реалистер бар. Қорғануға негізделген реалистер көбінесе мынау алып елдердің сыртқы саясатын терең зерттейді. Оның ең негізгі өкілі Джон Мершаймер. Қорғануға негізделген реалистер көбінесе өзінің тәуелсіздігін делік, өзінің жаңағын айттық территориялық тұтастығын сақтап қалатын елдердің сыртқы саясатын не қылады? Зерттейді. Оның ең негізгі өкілі Стивен Волт. Енді біз жалпылама, қысқаша, құрметті студенттер, бұл сыртқы саясатты түсіндіріп айттық. Біздің еліміз Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бері, яғни 16 желтоқсан 1991-ден бері біз қандай сыртқы саясат ұстанып келе жатырмыз? Көп қырлы, көп бағытты сыртқы саясат. Көп қырлы, көп бағытты сыртқы саясат дегеніміз, мынау алып елдердің мүдделерін өзінің ұлттық мүддемен үйлестіре білетін сыртқы саясатты айтады. Түсініп отырсыңдар ма? Яғни біздің әрине ұлттық күшіміз не болып жатыр? 91-ден алып қарасаңыздар, біз ел ретінде неғып келе жатырмыз? Күшейіп келе жатырмыз. Түсініп отырсыздар ма? Яғни 91-ші жылы әрине біздің экономикамыз, тағы басқа нелеріміз өте әлсіз еді. Бірақ осы тәуелсіздік жылдар аралығында біз не қылдық? Осылардың барлығын не қылдық? Күшейттік. Сөйтіп біз қазіргі таңда не қылдық? Middle power. Яғни орта деңгейдегі күшке ие мемлекетке жеттік. Яғни аймақтық деңгейде алып мемлекеттер белгілі бір саясат жүргізетін болса, міндетті түрде Қазақстанды да не қылады? Бір сөзбен айтқанда, Қазақстанмен де не қылады? Санасады. Енді Қазақстан да әрине әлемдік деңгейде саясат жүргізу үшін ғаламдық мемлекеттермен де не қылу керек? Санасу керек. Бұл жалпы заңдылық, құрметті студенттер. Енді Қазақстанның сыртқы саясаты көп қырлы дедік. Біздің Қазақстан Республикасының негізі 2030 жылға дейін қабылдаған сыртқы саяси несі бар? Концепциясы бар. Концепция дегеніміз ол не? Біздің стратегиялық бағытымыз. 2030-ға дейін Қазақстан Республикасының сыртқы саяси концепциясын мен сендерге жіберетін болам. Жақсы ма? Бұл жерде Қазақстан сыртқы саясат туралы бәрі жазылған. Қай елдер басымдыққа ие? Біздің сыртқы саясаттағы негізгі принциптеріміз қандай? Негізгі мақсаттарымыз қандай? Стратегиямыз қандай? Оның барлығы сол концепцияда қабылданған. Қай жылға дейін? 2030-ға дейін. Біз 2030-ға дейін сол концепция аясында қазіргі таңда не қылып жатырмыз? Сыртқы саясатымыз жүргізіп жатырмыз. Қазақстанның тағы бір сыртқы саясаттағы бір ерекшелігі бар. Қазақстан әлемдік деңгейде барлық мемлекеттерге өзін қалай қылып танытты? Бейбітшіл ел ретінде танытты. Яғни біз аймақтық және халықаралық қауіпсіздікке өте көп үлес қосқан елміз. Өздеріңіз білесіздер, Кеңес социалистік республика одағы ыдыраған кезде біз немен шықтық? Ядролық қару-жарақпен шықтық. Бірақ аймақтық деңгейде және әлемдік деңгейдегі қауіпсіздікке ойлай отырып Қазақстан әлемдік деңгейдегі бейбітшілікті қамтамасыз ету үшін, өз үлесін қосу үшін ол ядролық қару-жарақтан біз не қылдық? Бас тарттық. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан біз енді әрине бас тарттық, әлемдік деңгейде бейбітшілікті, тұрақтылықты, қауіпсіздікті
қамтамасыз етуде Қазақстанды қазіргі таңда барлық алып елдер, Америка құрама штаттары болсын, тағы басқа елдер Қазақстанды не қылады? Әрдайым үлгі ретінде ұсынады. Біздің енді өзіндік стратегиямыз бар. Біз қазіргі таңда әрине ұлттық мүддемізді, ұлттық қауіпсіздігімізді басымдыққа ала отырып, барлық елдермен бейбітшілікке негізделген қарым-қатынастарды не қылып жатырмыз? Күшейтіп жатырмыз. Қазақстан қазіргі таңда ұстанған сыртқы саясаттың арқасында басқа елдерге бейбітшілік тұрғысынан үлгі тұтарлық елге айналып отыр. Біз әрине алдағы уақытта осы саясатты жалғастыру арқылы Қазақстан не қылады? Жайлап өзінің ұлттық күшін не қыла бастайды? Ұлғайта бастайды. Реалистерде мынандай бір ұғым бар, онда не қылыңдар? Step by step деген бір ұғым бар. Step by step дегеніміз не? Қадам-қадам өзінің неңді, ұлттық күшіңді не қылу? Ұлғайту. Яғни бұл өте маңызды. Сабырлыққа негізделген, уақытқа негізделген, және әлемде болып жатқан мынау жүйені де негізге ала отырып, қадам-қадам сен не қыласың? Өзінің ұлттық күшіңді ұлғайтасың. Қазақстан 91-ден бері step by step өзінің не қылды? Күшін ұлғайтты. Қазіргі таңда сендер мынау қазіргі көріп отқан өте дамыған, дамып келе жатқан, күшейіп келе жатқан Қазақстанды ол бұндай деңгейге оңай жеткен жоқ. Бұл әрине жүргізілген өте күшті сыртқы саясаттың арқасында, және ең бастысы біздің аса құрметті президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының ұстанған дипломатияның арқасында не отыр? Қазақстан күшейіп жатыр. Бұдан кейін одан да күшті бір елге айналамыз. Солай емес па? Бұл жерде барлығымыздың үлесі орасан маңызды орынға иеленеді. Құрметті студенттер, мен аса құрметті президентіміздің сыртқы саясатқа байланысты өте көп ғылыми еңбектері бар. Қазақстан Республикасының дипломатиясы, сыртқы саясатына байланысты, беласу, тағы басқа кітаптары бар. Бұлардың барлығын сіздерге жіберем, жақсы ма? Мақалаларды да жіберем, бұлардың барлығын оқып, біз практикалық сабақта сендермен бұны тереңдеп қысқаша талқылайтын боламыз. Бүгінгі сабақты біз осымен аяқтаймыз. Құрметті студенттер, сұрақтарыңыз болса сұрақ қойсаңыздар болады. Рахмет.